Алдыңғы видеоларда эмоционалды интеллекттің 4 бөлігі туралы айтқан болатынбыз. Ал бүгінгі видеода эмоционалды интеллекттің ең соңғы бөлігі әлеуметтік дағдылар туралы айтамыз. Достарыңмен қалай жақсы қарым-қатынаста қалуға болады? Мейірімді болу, тыңдау, дұрыс сөйлесу, пікір бөлісу. Сонымен, әлеуметтік дағдылар дегеніміз не? Әлеуметтік дағдылар бұл адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау. Егер біз бір-бірімізді түсіне білсек, біз жақсы дос боламыз. Бірге жұмыс істей аламыз, жанжалдар болмайды. Ал егер біз дұрыс сөйлесе алмасақ, достық бұзылуы мүмкін. Әлеуметтік дағдыларға не жатады? Басқаларды тыңдау, құрмет көрсетудің белгісі. Сыпайы сөйлеу, қарым-қатынасты нығайтады. Ынтымақтастық, топпен жұмыс істеу қабілетін дамытады. Әлеуметтік дағдылар мектепте қалай көрінеді? Мектепте әлеуметтік дағдылар күн сайын қолданылады. Біреу сенімен сөйлескенде оны тыңдау маңызды. Егер досың бір нәрсені дұрыс істемесе, оған айғайламай сыпайы түсіндіру керек. Топпен жұмыс істегенде тек өз ойыңды емес, басқалардың да пікірін тыңдаған жөн. Қорытындылай келе, әлеуметтік дағдылар өте маңызды. Өз ойыңды дұрыс жеткіз. Егер біз өзара түсіністікке ұмтылсақ, достық қарым-қатынасымыз одан әрі нығаяды. Егер сен жақсы дос болғың келсе, басқаларды тыңда, пікірлерін құрметте және сыпайы бол. Сонда сенің достарың көп болады.